Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді пицца дайындайтын боламыз. Бұл пиццаның жасалу жолына небәрі 20 минут уақыттарыңыз ғана кетеді. Және қамырын елеп көтерілгенін күтіп жүрмейсіздер. Ең алдымен қамырына 4 ас қасық қаймақ, 4 ас қасық майонез, 1 жұмыртқаны салып, жақсылап барлығын біркелкі болғанша араластырып алатын боламыз. Бізде қаймақ 20% қаймақ болуы керек. Жақсылап араластырып болғаннан кейін өлшеніп алған 9 қасық ұнымызды және 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, барлығын біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Видеодағыдай дәл осындай масса болу керек. Енді осы қамырымызды алып пергаментке өзімізге қалаған формамызға салып, жақсылап жайып шығатын боламыз. Үстіне кез келген қалаған қоспаларыңызды салсаңыздар болады. Мен алдымен сыр, одан кейін колбаса, одан кейін помидор, сосын қайттан үстіне сыр салып шықтым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша салмасын өзгертіп отырсаңыздар болады. Соңғы жағында осындай пиццаға арналған сухой орегано специясын жақсылап салып шығатын боламыз. Қызып тұрған 200 градус пеште 15-20 минут уақытында пісіп шығады. Қамыры жұмсақ болып, өте дәмді болып піседі. Жасап жеп көріңіздер. Бұл пицца қазіргі таңда менің ең сүйікті пиццаларымның бірі болды. Қамырын елеп, шаршап жатпаймын. Үйге асығыс қонақ келгенде алып сразу жасай саламын және балдарымды сүйіп жейді. Керек заттың құрамын описаниеге қалдырдым. Маған лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.